Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менен осылай лайв видео. Мен осылай банка жабуды бастап кеттім. Банка жабуды. Қиярларым тұр. Ой, бүгін уже кеш батты, біраз жұмыс атқарылды. Енді міне осындай өрік бар, және шие бар. Шие болғанда, не деуші еді? Осындай, в общем, шие. Осын жабу керек. Ол үшін бізге не керек? Қайнаған су керек, банка керек, банканың крышкасы керек, және каждый банкаға мен 200 грамм қанттан саламын. Қазір шиені осылай жартысына жеткізбей толтырамыз. Суды құямыз, одан кейін төгеміз, фишкаларын бәрін айтамын. Мінекей салып жатырмын. Штативім сынып қалған мен. Содан осындай видео сіздерге. Міне өрік деген қатты болу керек. Ни в коем случае өрікті жумай салмаймыз. Өрікті любой неге банкаға жуып саламыз. Бір рет болсын жақсылап жуу керек. Одан кейін өріктің жаңағыдай қарайып кеткен бос өріктер салмаймыз. Міне мынандай өрікті де салға болмайды. Мысалы, мына жер жасыл деген сияқты, немесе бір қарайған жерлер бар. Енді достар, қайнаған суымызды құямыз. Менде мұнда үлкен кастрюляда су қайнатып отырмын. Жақсылап кипяток құямыз. Толтырып. Бұл біздің бірінші кезең. Мы его шпарим, банкаға. Мен ешқандай банкалар стерилизовать етпеймін. Банкалардың ешқайсына стерилизовать етпеймін. Сразу осылай құямын. Потом екінші рет бұл суды ыдысқа құйып, қайнатып, құйып аламда, бөлек ыдысқа қайнатамын, одан кейін қантын қосып, сразу жауып тастаймын. Күшті өзінің түсі әдемі болып шығады, естественно. Мінекей қыздар, мен суын төктім. Осындай бір қақпақ бар менде. Осыған саламды төгіп аламын. Сосын сіздерге айтар кеңесім, қыздар, жабатын кезде крышкаларыңыз қарап алыңыздар. Шет-шетінде брак жоқ па, мына резина көтеріп кеткен жоқ па, майысқан жоқ па, себебі ол ішіне ауа кетіп қалса, сіздердің банкаларыңыз атылып кетеді. Және де ыстық суға обязательно 5 минутқа банкалардың қақпағын стерильдеп алу керек. Мына өріктер, шиелерге су құйып қойдым. Қазір осы суды дәл осылай төгіп, бір қайнатып, қантын салып, сразу қайнаған суын құйып, жауып тастаймыз. Мен сөйлеп жатырмын. Сөйлеп түсіріп жатырмын видео. Енді достар, мынаған қант саламыз. 2 литровый банкаға 200 грамм қант, 3 литровый банкаға 300 грамм қант саламыз. Өзінің құйған суын қайтадан қайнатып, қайтадан құйып жауып тастаймыз. И все, готово. Банкамызды жабамыз енді. Мына кәдімгі обычная закрутка. Ешқандай қысатын емес, мен осындаймен жабам. Так, осылай басамыз, бісміллә. Ничего страшного, сыртына кішкене ағып кетеді. Астына негізі орамал қойып алу керек. Оп, шығып кетті. Қайттан орнына келтіріп аламыз. Ашып ұстаймыз, басамыз. Кішкене күш түсіріп, қатты емес. Сосын айналдырамыз. Соңына жеткен кезде 1, 2, осындай бірнеше поворот жасаймыз.
Енді банкамызды тексереміз. Шетін қараймыз. Шеті барлығы толық жабылған. Болды, енді осы банканы төңкеріп, жылы плитпен жауып қоямыз. Ендігі кезекін шиелерімізді құямыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып аламыз. Барлығына солай. Мінекей енді шиемізді құямыз. Түсі өте қанық. Әдем болып шығады. Түсі өте әдем болып шығады, қараңыздар. Мінекей. Подробно посетим. Так. Ой-ой-ой. Бежим отсюда. Банканы ғана түсірем. Банканы ғана түсірем. Осымен қыздар болды міне. Әп-әдемі. Дайын болды компоттарымыз. Артық фонға мән бермейміз. Өте әдемі шықты. Өте әдемі. Дәмді болып шықты. Сіздер де жасаңыздар. Бір күн қыстың қамын жасаңыздар, 10 күн тамақ ішесіздер.